шын мәнінде қандай жұмыс істеп жүргенің емес, оны қалай істеп жүргенің әлдеқайда маңызды. Министр немесе әкім болсын, құрылысшы, дәрігер, мұғалім болсын, ең бастысы әркім өз міндетін адал атқару керек. Нанын адал еңбекпен табу керек. Түркістан, Сауран, Түркістан. Түркістан қаласы Ерубаев көшесі номері 5-ші тұрғын үй жануда. Ішінде кішкентай бала қалып кетті деген хабарлама келіп түсті. Түркістан, Сауран, қалай қабылдадыңыз, Түркістан? Сауран, Түркістан 11-ге. Оқиға орнына жеттік. Түркістан қаласы Ерубаев көшесі номері 5 тұрғын үйдің жануда. Қазіргі таңда тұрғын үй ішінен 6 жасар бала сыртқа шығарылды. Қазіргі таңда шипа қызметкерлеріне тапсырылды. Қалай қабылдадыңыз? Қабылданды. Сауран, Түркістан 11-ге. Түркістан 11, Түркістан 13 Тәукелхан даңғылының бойында кетіп бара жатсыздар. Түркістан, Сауран, Түркістан. Жеңіл автокөлік жануы бойынша өртке шығамыз. Егесі түтінге улануда деген хабарлама келіп түсті. Егесі түтінге уланған қазіргі таңда шипа қызметкерлеріне тапсырылды. Құтқару жұмыстары жүргізілуде. Қабылданды. Шипа автокөлігіндегі өрт толығымен сөндірілді. Қалай қабылдадыңыз? Сауран, Шипаға Нива автокөлігіне шығарылған Нива көлігінің егесіне алғашқы көмек көрсетілді. Жағдайы тұрақты. Қабылданды. Хабар, Сауранға хабар. Үржан су қоймасынан бір ер адам суға түсті деген хабар келіп түсті. Оқиға орнына шұғыл түрде күштер мен құралдарды жұмылдырамыз. Сауран, хабар оқиға орнына жетті. Үржан су қоймасында ер адам құтқарылды. Қазіргі таңда жағдай орташа. Қалай қабылдадыңыз? Қабылданды. Хабар, Сауранға Сайрам Өгем табиғи ұлттық паркінде іздестіру жұмыстарына 2 тікұшақ жұмыс атқаруда. Сауран, хабарға оқиға орнына жеттік. Іздестіру жұмыстары бойынша толық мәлімет береміз. Қалай қабылдадыңыз? Құтқарушы қызметі адам азаматтың міндеті.